Дәнеш Рақышев атындағы қазақ мектеп-интернатының директорының тәрбиешілеріндегі орынбасары Қуат Ешбаев Нұрғалиұлы боламын. Бүгінгі таңда Дәнеш Рақышевтың 95 жылдық мерейтойы құтты болсын. Осыған орай біздің мектебімізде осы уақытқа дейінгі Дәнеш атамыздың яғни жасөспірімдерге арналған арнайы мұражайы бой көтерген болатын. Сол мұражаймен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Оң жағымызда тұрған Дәнеш Рақышұлының ата тегінен басталады. Сондай-ақ атамыздың отбасымен түскен суреті әкесі Дәнеш, жұбайы Рахил апамызбен түскен. Және Дәнеш болған орта, бұл жерде Дәнеш атамыз Ақтөбе облысында 1974 жылы Дәнешті пионер тобына қабылдап атқан сәттері, Нұрғиса Тілендиев атамыздың жақсы бір кереметтей ақ тілегін арнаған алғы сөздері, сондай-ақ Талдықорған қаласында атамыздың өзі тұрған үйдегі сыртына қойылған құлыптастың белгісі. Бұл құлыптасты біздің мектебімізге бүгінгі таңда алып кеп беріп, мұражай орнынан өзінің орын тапқан жайы бар. Сондай-ақ Дәнеш Рақышев Қазақстан Республикасының халық әртісі атағы бар. Ол кісі өнер адамы болғандықтан әрбір өзінің сахнаға шыққан сайын арнайы киіп шығатын сахналық костюмі бүгінгі таңда бұл да біздің мұражайымыздан өзіндік орын тауып отыр. Дәнеш атамыздың бүгінгі таңда өзінің өз қолымен ұстаған жиһазы біздің мұражайымызға арнайы қызы Гүлнар Дәнеш қызы мен шәкірті Серікбол ағамыз осы мектептегі жас өспірім балаларға естелік болсын деп, қарап көріп жүрсін деп сыйға тартқан жиһазы бүгінде біздің мұражайымыздың төрінде. Сондай-ақ атамыздың өзінің қолымен ұстап өткен қойын дәптері бар бізде. Кішкене ғана іші әртүрлі арабша төте жазумен жазылған атамыздың қойын дәптері, сағаты, қаламсабы, сақал алғышы бүгінгі таңда өзінің пайдаланған осы мұражайдан орын алып тұр. Сондай-ақ атамыздың жұбайы Раиля апамыздың басына таққан шыты, орамал деп айтып жатамыз, қолына ұстаған сәндік кошелегі, және ол кісілер өнер адамы болғандықтан үнемі сахнада әдемі болып көрініп жүру үшін бізге ол кісі өзінің сахналық гримі пайдаланған, соңғы пайдаланған сахналық гримін Раиля апамыздың бүгінгі таңда біздің мұражайымызға естелік ретінде беріп кеткен. Және осы мұражайға білден бір қолғабыс етіп, өзінің қолындағы бар естелігімен бөлісіп жүретін Дәнеш атамыздың кенже шәкірті Нұржан Жанпейісов ағамыз бар. Осы Нұржан Жанпейісов ағамыздың бүгінгі таңда біздің мектеп-интернатына осы дәстүрлі әнді дәріптеу мақсатында қазақтың халық әндері деген үлкен жинақты бізге бүгінгі таңда тарту етіп алып келіп берді. Бұл біздер үшін өте қолайлы, қуанышты жағдай болып табылады. Осы орайда бүгінгі біздің мұражайымыздың төрінен тағы да бір орын алған дүниесі Дәнеш атамыздың біздің арнайы пианинасы. Бұл балалар өздеріне қажетті сабақ өткен кезде пайдаланады, және өзінің мадақтама қағазы, сол кездегі алған озып туған өнерде Дәнеш ата дарынсың, яғни осы жердегі өзінің бүгінгі таңда үйреткен шәкірттері Серікбол ағамыз, Мырзахмет атамыз, жаңағы Нұржан ағамыз, сол сияқты басқа да біздің мектебіміздің өнерпаздары, яғни Дәнеш атамыздың әндерін бүгінгі таңда орындаушы біздің жас шәкірттердің суреттері, және біздің қоғамның белсенділері өзінің қызы Гүлнар Дәнеш қызымен өткізген осы жердегі кездесуден естелік суреттер. Сондай-ақ Дәнеш атамыздың өзінің қолына ұстаған киелі қара домбырасы, балаларға осы домбырамен сабақ берген атамыздың кішкентай ескі көне заты бүгінде біздің балалар үшін естелікке айналып мұражайдан орын тапқан. Келесі кезекте бізде Дәнеш Рақышев қазақ халқының халық әртісі деген атағы бар. Атамыз 1926 жылы 1 мамырда өмірге келген. Осы өмір баяны туралы осы бір кішкене ғана тақташада барлығы айтып түсіндірілген. Сондай-ақ дара дарын еді ғой, атамыз өмірден өткеннен кейінгі мәңгілік сапарға, бақилыққа шығарып салу
суреттермен сіздерді бөліскім келеді. Және Көксу ауданы Мұқыр ауылында қойылған зиратының мүсін суретін біз осында арнайы алып келіп қойдық. Жаулығында яу мойынын ағашқа саясында алмады қуып келіп алу жармасып тұрғанымда көребедім ау гүлдерін жаңа басқан саясында алмады қара көз толығау таңғаяқ сырларыңның терең ай қалың леп балықабылар құйып сәулесін қағашым төгер ай сол көлің бояуы мен алғай қызықтарға өзіңді қаяу шоқтайсың қызып тұрған саясында алмады көкірегім аяу сөбілеңді құйып кеткен көндей болып ау құлып ұрып шығып шырман саясында алмады қара көз толығау тұңғиық сырларының терең ай қарлеп балықабылар құйып сәулесін қағашым